Сәлем баршаңызға. Танымал Түркия сайтын тегін үйренгіңіз келсе, каналға тіркеліп кетіңіздер. Мен қазір сіздерге Trendyol қосымшасын Play Market арқылы жүктеп алуды көрсететін боламын. Ол үшін Google Play дегенге басамыз, яғни Play Marketке кіреміз. Кіргеннен кейін поискке Trendyol деп жазамыз. Жазғаннан кейін бірден астына Trendyol скачать деп шыға келеді. Менде открыть деп тұр, себебі менде Trendyol қосымшасы уже жүктелген. Сіздер загрузить деп қосымшаны жүктеп аласыздар. Trendyol қосымшасын жүктеп алғаннан кейін ашамыз. Ашқан кезде көп мемлекеттердің атауы шығады. Түркия дегенді таңдаймыз міндетті түрде. Себебі бұл қосымша Түркия мемлекетіне жасалғандықтан сол елді көрсетеміз. Еркек Кадин, әйел адам болсаңыздар Кадин, ер адам болсаңыздар еркек деп таңдайсыздар. Кадин деп таңдадым. Міне бастапқы бетке кірдік. Достар, қазір мен сіздерге Trendyol қосымшасында жеке кабинетке регистрация жасауды көрсететін боламын. Trendyol қосымшасына кіреміз, бастапқы бетте отырмыз. Оң жақта астында хисабим, яғни менің дегенді басамыз. Басқан кезде осындай терезе ашылады. Бұл жерге Google аккаунт немесе Facebook аккаунттарыңызды жазып тіркелуге болады. Егер де iPhone болатын болса, Apple деп шыға келеді. Мен қазір Google аккаунт арқылы тіркелетін боламын. Google деген үстінен басамын. Аккаунттар шыға келді. Таңдаймын аккаунтымды. Міне бірден пароль сұрамай-ақ автоматты түрде регистрация жасалды. Егер де сіздерде пароль сұрайтын болса, онда Facebook немесе Google аккаунттың паролін жазып, регистрация жасап аласыздар. Trendyol қосымшасына адресті енгізу үшін сіздер міндетті түрде бір каргоның менеджерінен, яғни складтан код номер алу қажет болады. Қазіргі таңда Қазақстан бойынша тауар тасымалдайтын бірнеше осындай карголар жұмыс істейді. Солардың ең танымалдарының бірі ол әрине Инэкспорт каргосы, және де өзім товар алып жүретін өте сенімді карголардың бірі Emrocket каргосы болып табылады. Emrocket каргосының қазіргі таңда тарифі 1 килограммға $7 есептеліп жатыр. Енді Trendyol қосымшасына адрес енгізу үшін хисабим дегенді басамыз. Осы терезенің ең астына түсеміз. Хисап айгларим. Бұл бізде настройки. Екінші тұрған адрес дегенді таңдаймыз. Жаңа адрес енгізу үшін адрес екілені басамыз. Осында терезе ашылады. Осы терезені толығымен толтырып шығу қажет болады. Біріншісіне атымызды жазамыз. Аты деген жерге. Екінші сояд өзіміздің фамилиямыз. Телефон, бұл жерде Түркия елінің телефон жазылу керек. Сіздерге карго складтың менеджері қай нөмірді береді, сол нөмірді тіркеп жазасыздар. Адрес белгілері деген жерге таңдаймыз. Истанбул. Melekpaşabak. Istanbul, Fatih, Melekpaşamak деп таңдап шығамыз. Енді соңғы адреске сіздерге карго менеджері берген код нөмірі жазылады. Мен мысал ретінде бір нөмірді жаздым. Әр қайсыңызға қандай нөмірді ұсынады, сол нөмірді қатесі жазу қажет болады. Енді карго складтың адресі кетеді. Emrocket каргоның адресі бізде Ақсарай. Катсейд. Сіздерге
каргоның менеджері қалай берді, адресті солай толтырып шығасыздар. Адрес толтырғаннан кейін өздеріңіздің сайтқа тіркелген телефон нөмірлеріңіз жазылады. 2 номеріңіз болса, екіншісінде жазып қою қажет. WhatsApp желісі бар, себебі тауардың салмағы барлығы сол WhatsAppқа жіберілетін болады. Соңында каргоның атауы. Осы терезені осылайша толтырғаннан кейін міндетті түрде скрин жасап, алдымен менеджерге жібересіздер. Менеджер дұрыс толтырылған деген кезде барып, кайдет деген жазуды басасыздар. Тренжолда киімдерді іздеу үшін поискке жазуға болады. Мысалға мен қазір уи деп жазырдым. Переводчик арқылы киімдердің атауын түрікшеге аударып алып, солай іздесеңіздер болады. Поискке жазып. Міне бірнеше уилар шыға келді. Немесе жоғарғы жағында категориялар тұр. Сол категориялардың біреуіне кіріп таңдай бересіздер. Ана чожук дейді мысалға, ана мен бала дейді. Соның үстінен бассақ, ылғи балалардың киімдері, ойыншықтар шығады. Төбесінде магазиндердің атаулары де-факто дейді, Катон дейді, Лейла дейді, Бейби, Манго дейді. Солардың біреуін таңдап кірсеңіздер болады. Мысалға мен Манго дегенге кірейін. Мына жерде ылғи Мангоның киімдері. Немесе төмендегі категориялардың біреуіне кірсеңіздер болады. Мысалға ойыншықтарға кіреміз. Төбесінде жастары тұр. Мысалға 0-12 айға келіп, 0-12 деп басамын. Осылай іздей беремін. Жол сайтында өзімізге қажет тауарды оңай іздеу үшін фильтрді қолдануға болады. Мысалы, мен еркек деген категорияда отырмын. Астыға түсіп, мысалға, мына бір магазинді таңдайын. Бұл магазинде 21.194 тауар бар екен. Енді біз өзімізге қажет тауарды іздеу үшін фильтрде деп фильтрді қолданамыз. Бірнеше тауардың сипаттамасы шығады. Марканы басып, маркасын білсек таңдаймыз. Мысалға Динамо деп басам да, тамамды басам. Беден, размер таңдаймыз. Ең деген размерді таңдап, тамамды басам. Ренг дейді, түс, қоңыр түсті таңдап, тамамды басамын. Осылай киімнің бірнеше сипаттамасын көрсетулеріңізге болады. Таңдап болғаннан кейін ең соңында орынлер листели дегенді басып, біз таңдаған сипаттама бойынша киімдерді шығарамыз. Міне, мен таңдаған сипаттама бойынша 32 тауар шықты. Ұнаған тауарды жоғалтып алмас үшін себетке салып немесе лайк басып қойсаңыздар болады. Мысалға, мына магазинде мен мына куртканы таңдаймын. Осы куртканы себетке салу үшін себет екілені басамын. Сол кезде размерлер шығады. Мына куртканың 2-ақ размер қалған, XL және де 3XL. Қалған размерлердің үстінде сызықша тұр, яғни басқа размерлер таусылған деген мағынаны білдіреді. XL деген размер таңдаймын. Себет екілені бассам, товарым корзинаға түсті. Корзинадан удалить ету үшін жанындағы удалить деген батырманы басамыз. Сил деп подтверждение жасаймыз. Міне, жаңағы товар бізде өшіп қалды.
Енді артқа шығамыз тауарға. Осы тауарға лайк басу үшін жоғарғы жағында жүрекше белгісі тұр. Соны басамыз. Артқа шығып, магазинге шыққан кезде ең астында фаворилерім, яғни бізге ұнаған тауарларды көрсетіп тұрады. Фаворилерімді бассам, жаңағы куртка менде шығып тұр. Яғни мен оған лайк басқанмын. Өзімізге ұнаған тауардың бағасын білу үшін корзинаға кіреміз, себетімді басамыз. Менде себетте қазір бір тауар тұр. Осы тауардың бағасын білу үшін үстінен басамыз, ең астында бағасы тұр. 89,99 лира. Енді осыны теңгеге аудару үшін арнайы конвертер қосымшаларын пайдалануға болады. Play Market'тен жазып алып, немесе калькулятор арқылы есептесеңіздер де болады. Мен қазір калькулятор арқылы теңгеге ауыстырамын. 89,99-ды қазір бізде 1 лира 25,28 теңгеге тең. 25,28-ге көбейтемін. Жаңағы ойыншық менде 2274 теңге тұрады.